Баршаларыңызға қайырлы күн. Қыстың күніне арнап көкөністерді қатыратын боламыз. Болгарский, аскөк, көк пияз, помидор, болгарский, баклажан, кабачок барлығын көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Қыста сақтап неше түрлі тағамдар жасауға болады. Ең алдымен осылай аскөк, көк пияздарымызды жіптерін алып дайындап алатын боламыз. Міндетті түрде араларын ашып жуу қажет. Енді жақсылап салқын суға жуып алатын боламыз. Қазір өте арзан, және де жаздың күніндегіне жетпейді. Кез келген уақытта морозниктен алып қолдана бересіздер. Осылай барлығын жайып шығамыз. Міндетті түрде толықтай кебу қажет. Енді келесі кезекте болгарскийлерімізді осылай жақсылап жуып тазалап, ішіндегі артық заттарын барлығын алып тастайтын боламыз. Қайнап тұрған суға осылай видеода көрсетілгендей салып аласыздар. Екі беті де толықтай батып тұруы қажет. Болгарскийдің қалыңдығына қарай қайнатасыздар. 5-6 минут қайнатсақ жеткілікті. Содан соң осылай аласыздар. Енді суытып дайындап қойып қоятын боламыз. Әрине, морозинигіңіз үлкен болса, бірден етпен де салуға болады. Енді баклажандарымызды жуып тазалап, осылай үлкен ет турап алатын боламыз. Және де кабачоктарымызды. Енді помидорларымызды тураймыз. Енді қайнап тұрған суымызға баклажандарымызды салып, 2-3 минут қана қайнатасыздар, көп қайнатуға болмайды. Содан соң помидорларымызды осылай пакетке қатарластырып қойып, видеода көрсетілгенде жасасыздар. Өте көп орын алмайды. Бұны пиццаға, таңғы асқа, жұмыртқамен қуырып жегенге өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді үлкен етіп турайтын боламыз. Кез келген сорпаға, тамақтарға қосуға болады. Баклажандарымыз дайын. Енді сүзіп алатын боламыз. Барлығын суытып, кептіріп, барлығын дайындап алатын боламыз алдын ала. Ешқандай езілмей, дана-дана әдемі болып шықты. Енді болгарскийлерімізді турайтын боламыз. Осылай жіңішкелеп турап алдым. Бұл тамақтар қуырғанға, подлив жасағанға. Осылай екі түрінен араластырып жасап қоямын. Дайын болды. Бөлек те араластырып та сақтауға болады. Кез келген уақытта тамақтарға қоса беретін боламыз. Енді жіңішке бір формада әдемі етіп турайтын боламыз. Бұл салатқа, фунчоза, тағы да етпен қуырылатын неше түрлі салаттар жасауға болады. Өзіңіздің идея, фантазияңызға қарай. Осылай барлығын жақсылап, жуып тазалап, ұзын салап турап алатын боламыз. Және де сары болгарский. Өте қымбат тұрады қыстың күні. Мен бар болған килограмын 200 теңгеге алдым. Өте дәмді екен бұл сары болгарский. Кез келген салаттың бетін өте әдемі ашады, әрі ерекше дәм береді. Осылай екі түрлі формада турадым. Тағамда жасауға болады. Мясо по-тайски, ганфан, өздеріңіздің ұнаған тамағымызды жасай береміз. Енді баклажанды екінші түрін көрсететін боламын. Барлығын осылай домалақтап турап шығатын боламыз. Орташа қалыңдықта. Енді қызып тұрған майда қуыратын боламыз. Жақсылап екі бетінде қуырып аласыздар. Содан соң суытып қойып қоямыз. Енді көк пияздарымыз кепті. Барлығын жақсылап өзіңізге ұнаған формада турай бересіздер.
Қыстың күнінде қаттама, кез келген тамақтарға қосуға болады. Барлығын осылай шашыққа жайып, кептіріп, суытып алдық. Енді барлығын қатыратын боламыз. Осындай контейнер, пакеттерге, ыдыстарға сала бересіздер. Петрушкамызды бөлек салып алдым. Және де аскөгіміз, укроп. Араластырып салуға да болады. Осылай әдейі ірігіп турап алдым тамақтың бетіне себуге көк пияздарды. Енді бұл майда түрі қаттамаға өте ерекше дәм береді. Енді баклажандарымызды осылай салып шығатын боламыз ыдысымызға. Ешқандай езілмей, қыстың күні тағамдарға, салаттарға қоса беруге болады қуырып. Енді болгарскийлерімізді осылай көп орын алмайтындай етіп сақтайтын боламыз. Бұны суға қайнатканнан кейін өзі өстіп түсіп, әдемі болып тұратын болады. Ешқандай езілмей, жыртылмай. Осы бір пакеттің ішіне 15-20 шақтысы кетті. Орын өте аз алады. Бізде морозильник кішкентай болған екен, етсіз осылай қатырдым. Кейін кез келген уақытта ертіп жасай бересіздер. Және де помидорларымызды тураған екен, осы күйінше тарелкаде екіге бөліп, морозильникке бірінші қатырып аласыздар, содан кейін пакетке саламыз. Ато суы шығып, езіліп кетеді. Енді баклажандарымызды осылай қатарластырып, мен 4 штуктан осылай салып шықтым. Қыстың күні тесін язык жасап, жей беруге болады. Енді кабачоктарым салатын боламыз. Кабачоктар ешқандай үсік алмай тұра береді. Сондықтан суға да, майға да салудың қажеті жоқ. Кабачоктар өте пайдалы, сондықтан міндетті түрде сақтадым. Енді болгарскийлерімізді осындай пакеттерге салып алдық. Лагман, мясо по-тайски, салаттар осы жасай бересіздер болгарскийлермен. Кез келген уақытта морозильниктен алып, өте ыңғайлы, ешқандай мұз қатып қалмайды. Жақсылап кептіріп алсаңыздар болды. Енді қызыл-жасыл болгарскийлерімізде осылай пакетке салып аламыз. Егер де сіз менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Менің каналымда басқа да заморозка, банкалардың видеосын таба аласыздар. Осылай араластырып салдым. Ол салатқа арналған. Осындай майда түрінде жасадым, сорпаға қосуға болады. Болгарский негізі тамаққа өте ерекше дәм береді. Маған қатты ұнайды. Сіздер заморозка жасайсыздар ма? Комментарийға жаза кетіңіздер. Қалай жасайсыздар? Не сақтайсыздар? Барлығын осылай дайындап алдым. Енді барлығын морозильникке салатын боламыз. Бүтін помидорларды осылай сақтасаңыздар болады. Лимон, және де осылай помидорлар, неше түрлі менің каналымнан басқа да рецепттерін таба аласыздар. Міндетті түрде көріңіздер. Видео ұнаса, лайк бас, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осылай енді барлығын морозильникке салып қойдық. Қысқа барлығы дайын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.